Сәлеметсіңдер балалар. Сәлеметсіз бе мұғалім. Анырыдай деп, бір-екі бастайық. Алтын күн аспаны, алтын ән дауысы, ерліктің дастаны еліме қарышы. Ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жырым болып, төгілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным, ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Қарсы алған уақыты мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Менің елім, гүлім болып, егілемін, жырым болып, төгілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы интерьер стильдері, сын есімнің шырайлары. Яғни интерьер стильдері лексикалық тақырып, сын есімнің шырайлары, грамматикалық тақырыпты қайталаймыз. Сабақтың мақсаттары: бірінші, интерьер стильдері туралы әңгімелеуді деңгейге жеткізу, яғни стильдерді. Екінші, сын есімнің шырайларын пысықтау. Олай болса, дәптерді аштық және тақырыпты жазайық. Бүгін бізде қарашаның 16-сы, бейсенбі, күз ауа райы бұлтты салқын. Сабақтың тақырыбы интерьер стильдері, сын есімнің шырайлары. Сабақтың тақырыбын жазамыз. Қарашаның 16-сы, аптаның күні бейсенбі, жыл мезгілі күз ауа райы бұлтты салқын. Және сабақтың тақырыбы интерьер стильдері, сын есімнің шырайлары. Сабақты бәрі бар, ие? Болдық па жазып? Болдық. Біздің бүгінгі сабақтың құрамы, сөздері, яғни сабақтың мақсатын аша білетін сөздерді қазір бізге оқып береді. Қане, Женя, оқыш, Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдардың бәсекелік қабілетімен айқындалады. Кім айтты бұл сөзді? Нұрсұлтан Назарбаев. Қай мақаласында айтты? Мақаласы бағдарлама қалай аталады, оқыш? Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру. Рухани жаңғыру. Ең басты бағдарлама қазіргі сәтте. Енді аударайық. Бүгін біз екі топқа бөліндік. Екі топқа бөліндік. Жаңа бізді Женя оқыды. Женяның тобы қалай аталады бізде? Тарландар, сендердің топтары шабыт. Тарландықтар оқыды, енді шабыт тобында отырғандар аударады. Кім аударады? Шабыт тобында. Нұрды аударады. Будущий достаток народа определяется не его природными богатствами, а его способностью конкурировать. Его конкурентной способностью, способностью конкурировать. Яғни болашақта сендер жас мамандар бәсекеге қабілетті болуларын тиіс. Жақсы, келесі. Олай болса, қазір тексерейік. Біз сендермен осы модуль бойынша бірнеше көптеген кәсіптік сөздерді қайталадық, оқыдық, меңгердік. Соны тексерейік. Тақтада сиқырлы палитра атты ключат әзірленген. Әр түстің астында кәсіптік сөз бар. Сол кәсіптік сөз шығады, оны аудару керек. Шабыт тобынан кім шығады? Шабыт тобынан қане Алина шығады.
Алина, екі сөз парламенттар дайындала беріңдер. Қаттақ. Тиімді келісімшарт. Подписывать контракт. Дұрыс па? Шабыттықтар. Дұрыс па? Подписывать контракт. Тиімді келісімшарт. Выгодный контракт. Тағы бір сөз, Алина. Там еще Вон. Ага, дайын тұр. Заловой имарат. Высотное здание. Дұрыс. Ага. Бір сөз плюс, бір сөз 0,5. Шабыттан, Максим Шабыт. Екі сөз. Қайталанбас жоба, неповторимый проект. Жақсы, дұрыс па? Дұрыс. Ага, келесі. Ғимараттың жаңғыртуы, Ғимарат ол не, Максим? здание, Иә, жаңғырту. Көмектесеміз? реконструкция здания. Реконструкция здания. Так, бір жарым ана топта, бір жарым ана топта. Тақтаға шығады, қайда шығады забағы. Тақтаға шығып, егер бұл салыстырмалы шырай болса, мына топқа, мына жаққа орналастырасыңдар. Егер күшейтпелі шырай болса, ана жаққа апарасыңдар. Так, кім шыққан жоқ? Әйгерім шығады. Артур сөз. Артур сөздерден кішкене білмеді, сондықтан. Так, Әйгерім? Оқы. Мүмкін салқындау, салыстырмалы шығын. Себебі ал жинақы жасалмақ. ауым ба? Дау. Жұрнақ ауым ба? Дау. Қалай? Дау. Дау. Ага. Вот он что вопросы размера чуть перешарай. Неге күшейтпелі деп ойлайсың? Неге күшейтпелі шырай деп ойлайсың? Салыстырмалы шырайдың жұрнақтары балдар қандай? Дау, сосын дау деу, тау деу. Ага. Сонда бұл қандай шырай? Иә, салыстырмалы шырай. Әрине, бұл салыстырмалы шырай. Жақсы, кім шығады жағы? Линда және Әсел? Мөлдір шыққан жоқ. Бір дұрысы, бір дұрыс емесін қайқала алыңдар. Все-таки мен келісімшарт жасаймын. Дұрыс безендіруші. А дұрыс емесі қандай? Нені істемейді безендіруші? Қонақтарға қызмет көрсетеді. Қане тексерейді, кіргізіп көрші. Ол дұрыс емес. Жақсы, Мөлдір? Сөз шығады. Кім шығады? Алина шығады. Бірінші сөйлеп, екінші парламенттар кім шығады? Дайындала беріңдер. Бірінші сөз. Біздің сосын сөз жоқ, қазір сұранысқа ие. Жазалы. Бізді жазамыз бұл сөйлемді, е? Біздің мамандар қазір сұранысқа ие. Алина, өшіре ғой. Өшіргішті ал. Алина сөзі дұрыс келді, е? Оқыш сөйлемді, Алина. Біздің мамандар қазір жұмысқа ие. Дұрыс. Біз тыңдаймыз, е, балалар? Сәлем. Сәлем. Сенің атың? Менің атым және ал сен? Менің атым Максим. Сен қандай мамандықта оқып жатырсың? Менің мамандығым әрлендіруші. Әрлендіруші не істейді? Әрлендіруші жоба жасайды, пішім сызады, бөлменің ішкі көрінісі албаттандырады, ғимаратта жаңғыртады. Ал дизайн деген сөз нені білдіреді? Итальян тілінен аударғанда негізі дизайн, негізі нобай, мақсат дегенді білдіреді. Менің естуім бойынша әрлендірушілер әртүрлі ою-өрнектерді өз жұмысында қолданады. Ол рас па? Иә, ол рас. Әрлендірушілер өз жұмысында 200 астам ұлттық өрнектерді қолданады. Рахмет, пайдалы ақпарат білдім. Жақсы. Негізі біз осыған дейін өткен бірнеше тақырып қазақ халқының ұлттық ою-өрнектері, әрлендіруші міндеттері деген мәтіндерді еске түсіріп, сол бойынша диалог құрастырдық. Сабақтың келесі кезеңімізде
бізде енді жаңағы жұмыс істегеніміз барлығы үй тапсырмасын қайталадық. Келесі сабақтың тақырыбы. Өткен сайын интерьер әлеуметтің идеяларымен толып жатыр. Заманауи соңғы үлгі таңдаймын десеңіз, сіздің де еркіңіз өз қолыңызда. Тіпті жанға жайлы баспанаңызды қазақы нақышта сендеуіңізге де қазір мүмкіндіктер мол. Себебі бүгінгі күні ұлттық құндылықтарды ұлықтайтын дизайнерлердің қатары көбейіп отыр. Көптеген студиялар секілді біз заманауи стильде интерьер дизайн жасаймыз. Бірақ сол кездері ағылшын стильдеріне тапсырыстар болған кезде ойымызға ой келді. Неге осы біздің қазақ стилін ағылшын немесе жапон, қытай стилі сияқты сондай дәрежеге жеткізбеске деген. Қиялы ұшқыр адамдар үшін шығармашылықта шекте жоқ, шекте болмайды. Батыс Еуропадағы сәндік үлгілерді ұлттық ерекшеліктермен ұштастырудың ғажабын хас мамандар ғана түсіне алса керек. Әр үйден қазақылықтың иісі шығып тұрса, бұл салада да біздің ұпайымыз түгенделер еді дейді дизайнер Ризат Мұқашев. Ал жұмыс барысында кездесетін мың түрлі кедергілер бізді қайрамаса қылықпайды дейді хас маман. Ұлттық нақышта жұмыс істегенімізде дизайн интерьерінде сондай бір қиындықтар туындайды. Өйткені басқа стильдердің мебель болсын, жаңағы жиһаздары, олар дайын дүкендерден сатып алуға болады. Ал осы қазақ стилінде жоқ болғандықтан біз көп жиһаздарды, элемент аксессуарларды қолдан жасаймыз. Қандай стильді таңдадыңдар? Модерн стиль. Қандай? Жалпы интерьер деген сөз латын тілінен шыққан. Ол бөлменің ішкі көрінісі деген ұғымды білдіреді. Интерьер стилі жалпы тұрғыдан жай сөзбен айтқанда ол бөлменің ішкі кеңістігін көркемдік тұрғыдан әсемдеу, жобалау, ол дегеніміз бөлменің жиһазы, жарықтануы, тұрмыстық бұйымдары барлығы бір-біріне үйлесуі тиісті. Бүгінде әлемде түрлі сәулет стильдері танылған. Модерн, ренессанс, барокко, хай-тек, бионика, готика. Әлбетте, оның әрқайсысы қызықты, өзінше мақтауға лайықты. Модерн стилі қазіргі заман стилі болса да, оның дамуы 19 ғасырдан басталады. Модерн стилінің негізгі қалаушысы Отто Вагнер, австриялық сәулетші, және Антонио Гауди, испаниялық сәулетші. Бұл стильді ақш-та Тиффани, Италияда модернизма, және Ұлыбританияда Либерти стилі деп аталады. Модерн стилінің бірнеше ерекшеліктері бар, бірақ біз соған ең басты негізгі ерекшеліктеріне тоқталып өткіміз келеді. Бірінші стиль. Модерн стилі міндетті түрде дәстүрлі классикалық қағидаларынан бас тартады. Екінші, терезедегі әйнектерді түрлі түсті сәулетпен әсемдеу. Ал үшіншісі, ғимараттардың қасбеттерін әртүрлі ою-өрнек тәріздес өзіндіктермен әсемдейді. Түзу сызықтарды, бұрыштарды қолданбау. Және модерн стиліндегі әрбір салынған ғимараттары ол өнер туындысы болып табылады. Ғимараттардың қабырғалары толқынды, иілген пішінде салынады. Модерн стилі қазірде әлі де дамып жатыр. Модерн стилі негізі жеңілдікті, қырандылықты бейнелейді. Және бұл стильде көптеген әртүрлі ағаштарды, металдарды, тақтайшаларды қолданады. Әлемде модерн стилінде келесі ғимараттар салынған. Бұл стильді, бұл ғимарат модерн стилінде салынады. Бұл ғимарат біздің модерн стилінің ерекшеліктеріне айталып өткендей, яғни терезелерді әртүрлі ою-өрнектермен әсемделген. Ал бұл ғимарат Отто Вагнердің туындысы болып табылады. Бұл 20-шы ғасырларында аралығында салынған. Бұл ғимарат Польшада орналасқан.
örnekte öte түсінікті бәрі иә, қазақтың стилі туралы. Өте түсінікті. Жақсы, сендер балдарда интерес стилі деген мәтін жатыр, иә? Қазір осы мәтін бойынша, мәтінді оқушыларды, интерес стилдердің тақырыбына байланысты. Қазір біз қыдырдық технологияны оқыту ойыны мені түсіп деген. Мәтінді қарап шығынды, және мәтіннен өздерін білмейтін, осыған дейін кездеспеген жаңа сөздер, я болмаса тірек сөздерді дәптерге жазып алыңыздар. Қанша уақыт береміз? 2 минут уақыт береміз. 2 минут уақыт ішінде содан жазасыңдар, содан кейін салыстырамыз. Мен де тақтаға жазып қойдым, көреміз. Қай топтың сөздері, менің тақтада жазған сөздерім көбірек келеді, сол топ жеңімпаз. 2 минут уақыт берем, сендер жұмыс істейсіңдер. Дәптерге жазыңдар. Осы мәтіннен негізгі сөздер, керек сөздерді, сендер білмейтін сөздерді осыған дейін. Сөз тіркесті болуы мүмкін. Тек қана сөз емес, сөз тіркесті болуы мүмкін. Топпен жұмыс істейміз, иә? Топпен жұмыс істейміз. Топпен талқылаймыз, топпен жұмыс істейміз. Әр топтан сосын бір адам шығады. Әр топтан бір адам шығады. Ақылдасуға болады, сөйлесуге болады, талқылауға болады. Иә. Қазір пердені ашам. Егер әуелі сендер оқисыңдар, мен бір немен белгілеймін. Мысалы, сендердікі көп болсын, иә? Қызыл болсын, көп болсын. Аға, оқимыз. Сендер оқисыңдар, қазір іздейміз. Дәптерден оқыңдар қане. Ішкі кеңістік. Ішкі кеңістік бар. Ішкі көрініс. Ішкі көрініс бар ма, балалар? Жоқ. Жүйеде. Жүйеде деген бар ма? Бар. Қағидалардан бас тарту. Қағидалардан бас тарту. Бар ма? Бас тарту. Есептейміз. Келесі ойын бізге Забава мен Мөлдір модель стиль туралы өте жақсы түсіндірді. Жеткілікті қылып түсіндірді. Біз қазір мына суреттерге қарап, төменде модель стилінің 3 ерекшелігі бар. Бірінші бетте. 3 сурет бар. Соны тауып аламыз. Яғни жазуды шығарамыз. Сосын қай суретке сәйкес келеді, сол суретке апарамыз. Кім шығады? Кім шығады? Кім шығады? Нүктеу? Жауыны. Қолдарын өздерін көтерді. Қолдарын өздерін көтерді. Дәстүрлі практикалық совет туындысы болып табылады. Шығарады бұл жазуды. Дәстүрлі классикалық совет қағидалардан бас тарту. Осы ма? Балалар осы ма? Бас тарту. Мінекей. Дәстүрлі классикалық совет қағидалардан бас тарту. Мына суретте бізде қай стилде салынған? Классикалық стилде салынған. Жақсы, сеп шауып. Модель стилінде салынған ғимараттар бірегей сәулет туындысы болып табылады. Жақсы. Бірегей сәулет туындысы болып табылады. Жақсы. Тағы бір не жоқ бізде? Бір ерекшелік. Екінші бетте де бар. Екінші бетте де бар. Кім жада шықты? Кім шығады? Кім шығады? Әйгерім шығады. Және жеңіл шығады. Оқы. Ғимараттың қабырғалары тоқымды иілген пішінде салынған. Мына жерде дұрыс. Және Ғимараттардың қызметін өсімдік тәріздес көмірмен әсемдеу.
дәлізсіз ой өрнекте. Және бізде үшіншісі тұр, және оқышы. Түзу сызықтарды, бұрыштарды қолданбау. Түзу сызықтарды, бұрыштарды бірден қолданбаймыз. Жақсы, жақсы. Қайталадық ерекшеліктерді, қайталадық. Енді сабақтың келесі кезеңі осы мәліметті жаңа тақырыпты біз меңгерді. Қазір оны тексереміз. Яғни тест сұрақтарға жауап береміз. Ол тест сұрақтарды біз алғанмен жекпе-жек деп аталатын кезең жетті. Олай болса телефондарды дайындаңдар. Бізге Забава қазір осы тест сұрақтарын қосады. Забава тақтаға шыға ғой. Копия ма? Копия енгіземіз телефондарына. Так, жақсы. Алина қосылды, Әйгерім қосылды. Бақыт қосылды, Максим, Әйгерім, Әсем, Нұртілеу. Кімді күтеміз? Болды, е? Женя қосылды. Барлықтар қосылдар ма? Жақсы. Енді сұрақтарға көшеміз. Модерн стиліне арналған. Бірінші сұрақ. Интерьер сөзі қандай ұғымды білдіреді? Бөлменің ішкі көрінісі, ғимараттың биіктігі, жобаның ерекшелігі, жалақының есептеуі. Интерьер сөзі қандай ұғымды білдіреді? Жауап береміз. Яғни 8 адам дұрыс жауап берді, бөлменің ішкі көрінісі, 1 адам жалақыны есептеу деп жауап берді. Интерьер сөзі нені жауап береді? Жақсы, келесі сұраққа көшеміз. Қандай нәтиже бізді? Артур алда, 933 ұпай жинады. Әсем, 5-ші орында. Так, келесі сөз. Келесі сұрақ. Модерн стилінің негізгі қалаушылары кімдер? Кім қалады? Антонио Гауди, Нұртілеу, Отто Вагнер, Кишер Куракава. Екі дұрыс жауап болуы да мүмкін, иә? 8 секунд қалды. 4 адам Антонио Гауди, 5 адам Отто Вагнер деп жауап берді. Яғни 2 жауабы да дұрыс, иә? 2 жауабы дұрыс. Келесі сұрақ. Бізде Әйгерім алға жетті. Әйгерімді 1961 ұпай, Артур 2-ші орынға сәттішкене түсті, және Нұртілеу, Әсем алда келе жатқан оқушылар. Нәтижесі бойынша 1-ші орында бізде Әсем 5557 ұпай жинады, 2-ші орында бізде Линда 5525 ұпай жанды, және 3-ші орында бізде Алина 5000. Жаңа тақырыпты интерьер стильдері туралы біраз мәлімет алдық, сын есімнің шырайларын қайталады. Енді біз ойланайық, осы сабақта біз қандай білім алдық, нені білдік, не қиын болды, нені түсіндім, бүгін мен не істей алдым, және нені үйрендім деген сөйлемдерді толықтырайық. Кім айтылады? Алина? Менің түсінгенім, модерн стилі қазірдегі болмайды. Жақсы. Алина бірінші көтерді. Алина, не айтасың? Алина, біз нені кешір? Бүгін мен білдім Антонио Гауди сәулетші. Антонио Гауди сәулетші екенін білдім. Және модерн стилін основоположник қалай болады? Основоположник? Қалаушы. Негізін қалаушы. Жақсы. Кім? Бүгін мен жаңа тақырыпты түсіндіре алдым деп естідім. Жақсы. Бүгін мөлдірмен Забава бізге жаңа тақырыпты түсіндіре алды. Соны істей алды. Мәсен? Бүгін бірнеше интерьер стилі бар екенін түсіндім. Жақсы. Және? Мен стильдерде жаратуды үйрендім. Жақсы. Ажыратуды үйрендім. Болдық қой? Жақсы. Енді әрине әрқайсысын сабаққа барынша күш салып, күштерінде жұмсап, ат салысып, жақсы жұмыс істеді. Сондықтан қазір мен бағалаймын. Мына жерде 5, 4, 3 деген баға бар. Біз бұлай бағалаймыз. Шабыт тобы, талант топтарының жұмыс істеген балалардың бағаларын қоямыз. Әсемнен бастаймыз. Әсемге қандай баға қоямыз?
Шабыт. Бес. Әсемге қоямыз. Келесі. Женяға қандай баға қоямыз? Бес. Максимге қандай баға қоямыз? Мөлдір. Артур. Артур 4. Жақсы. Рахмет сендерге. Енді таврандықтар, шабыттықтарға баға қояды. Забавадан бастайық. Забава қандай баға қоямыз? 5. Бақытқа қандай баға қоямыз? 4. Нұртілеуге? 5. Маргаритаға? Әйгерімге? Әйгерім? Шабыт, Әйгерім? 4. Келсем. Алинаға? Алинаға? 5. Келсем. Және Линдаға қандай баға қоямыз? Линдаға? 5. 3 алған адамдар жоқ. Артур Бақыт Әйгерім 4 алды, басқаларымыз бәріміз 5 алды. Келісем сендермен? Келісем. 3 деген баға жоқ. Барлықтар бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңдер. Енді үй тапсырмасын дәптерге жазамыз. Үй тапсырмасын дәптерге жазамыз. Үй тапсырмасы бізге бірінші, дарынды білім алушыларға, яғни 5 салам деген балаларға бір стиль туралы таныстырылым жасау, яғни презентация жасау. Үлгерімі төмен, өз күшін, оған шамам жетпейді деген балаларға осы мәтіннен тірек сөз тіркестерді теріп алып, дәптерге жазып, оларды келесі сабаққа қойды. Яғни интерьер стильдері ауызша мәтін айтып беріп келесі. Түсінікті ғой? Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасын жаздық, барлықтарда рахмет.